Birinchi so'rovchi so'rab жатат. Barakallohu fik ustoz. Жүрөк тилдеки жалгандан, жүрөктөгү шек күмөндөрдөн кантип сактанабыз дейт. Nabi sallallahu bol narsede uluk derecege жетүү касиетти амал болгондук менен бунун шыншылдык натижеси төбөдө айткандай адамды жаннатка алып баратын болгондуктан ол өте мекен болгон менен Аллах субханаху ва тааланы ар дайым көрүп турганы, естип турган экенин сезип туруумен болот. Аллах субханаху ва таала айтады: "Ма ялфизу мин каулин илля ладейхи ракибун атид." Сол айткан сөзү периштелер аркылуу жазып эсептеп коюлады. Кашан bir адам сөз айтса, амал истесе, сол сөзү амалы Аллах делип эртең пендеге көнделен кылынатын экенин, Аллах субханаху ва таала сол жагдайда пендени арада эчким жок сурак жавап кылып, амалына жавап беретін екенін ар дайым жүректен сезіп амал істесе, бол шыншылдыққа сөзсіз жетеді иншалла. Аллаху. Экинчи суроочу сурап жатат. Ахсаналлаху илейкум устаз. Амалдардагы жалган кандай болот жана андан кантип сактанабыз дейт. Амалдардагы жалган бол рия, сум'a. Адамдарга көрсөтүп istейт. Өзүн жомарт эмес, жомарт кылып көрсөтөдү. Өзүндө билим жок, билимди кылып көрсөтөдү. Өзү батыр эмес, батыр кылып көрсөтөдү. Амалда өтірік болуп жатыр. Тура сол өтірік сөз айтса, билип туруп адамдарды алдайды. Солай кылып көрсөтөдү. Уәде берип, уәдесинде турмайт. Амалында өтірік болуп жатыр бул жерде. Бол көбірек нифакка туура келет. Ол киши нифак болуу мүмкүн, ол үлкен нифак болуу мүмкүн, Алла сактасын. Иманды, күфрдү сактаса, бул үлкен нифак болот. Эки жүздүк сыяктуу осуган окшогон нерселер амалдагы өтірік болуп эсептелет. Одан сактануу керек. Андан кийинки суроочу сурап жатат. Баракаллаху фик устаз. Калптын жалгандын тообосуна кафарат кылабызбы дейт. Жалгандын тообосуна кафарат кылынабы? Жалганның шарттарын дұрыстап орындаса жеткілікті. Илля егер бір адам туралы өтірік хабар таратқан болса, өзінің өтірік сөзі емес, бір адам туралы оны жағдай барынша шыншылдыққа тура келтіру керек. Және бағанағы адамдың ғайбаты немесе оның үстінде жала жапқан болады, сол адамнан кешірім сұрау керек. Амма жалпы өтірік сөз болған болса, бұдарын дұрыстап орындап тәуба қылса, иншалла жеткілікті. Аллаху алам. Андан кийинки суроочу сурап жатат. Баракаллаху фик устаз. Мен 2 жыл алдын турмушка чыкканмын. Мен ал жолдошум майып экендигин билген эмесмин дейт. Ал жолдошум майып экен, жол кырсыгына кабылып майып болуп калган экен. Аны мага тааныштырып ортомчулар дагы анын майып экендигин мага айткан эмес экен. Аны мага макташкан. Анан ал жолдошум апам менен таанышкан. Апам менен таанышып, анан апам мен ошол жолдошума турмушка берген. Анын майыптыгын жашырышкан. Апасы дагы айткан эмес менин апама. Ал мейли, ага мейли деп жашасам, мени аябай көп жолу сабады, муунтуп, өлтүргөнгө чейин барат, колуна бычак алат, аябай жаман мамилелерди кылат. Үйдө кайненем бар, кайынсиңдим бар, булар аябай көп киришет. Жок жерден ызычу чыгарат. Могул жер чаң экен, тияк чаң экен, бул жакты тазалабайсыңбы дейт. Жахилияттагы нерселерин айтат. Ушундай нерседе мен жүрөгүм сыгылды. Мен эч бир жашагым келбей калды. Мага бир Куран сүннадан насыха кылыңызчы. Мен эмне кылсам болот? Талак сурап
талақ сұраганга акын барбы? Баракалла фик дейт. Біріншіден, Аллах субханаху ва тааланың тағдыры менен осындай күнге жолыққан тауфиқ беріп сабыр тілейді. Себебі бұндай жағдайда иманның сәлемет қалуына, амалдың сәлемет болуына жол көрсететін себеп ол сабыр. Бұл біріншіден. Екіншіден, мүмкін сол үйде тұрғанда бұл әйелдің кейбір кемшіліктері болуы сияқты, жағдай барынша қолынан келгенше әйелдік ақысын орындап, қызметін орындайды, алхамдулиллах. Олардың жамандығына қарамай, әркім өзінің жауабына дайын болады. Туралы сұралады, ер кісі өзінің уажыбы туралы сұралады. Сол үшін өзінің мойнындағы ақты орындап, Аллах субханаху ва таалаға тәуекел. Олар жаман болды дегені сен де жаман бол дегені емес. Олар өздеріне жауап береді. Күйеуі мысал, немесе туысқандары, әйел кісі өзінің уажыбына жауап береді. Бұл екіншіден. Үшіншіден, күйеулері, Аллах субханаху ва таала туысқандары Аллахтан қорқу керек. Себебі Наби саллаллаху алейхи ва саллам айтады: "Фаттақу зулма фа инна зулма зулуматун яумал қияма." Зұлымнан сақтаныңдар, себебі зұлымдық қияметте қараңғылық болады. Аллах субханаху ва таала әрбір адам сираттан өтеді. Сол сираттан өтуде амалдарына жараса оның нұры болады. Ол сиратта қараңғылық, ол нұры болады. Бұндай зұлымдық иесі болған адамдар, оларға сол зұлымдықтары амалдарының нұрын өшіреді. Оған қараңғылық болады. Сөзсіз сиратта болған адам, сөзсіз ол тозаққа, құлауға өте мүмкін. Және Наби саллаллаху алейхи ва саллам Муаз радияллаху анху айтқандай: "Уаттақи даъватал мазлум." Зұлымдық көрген адамның дуасынан сақтан. Сен оған зұлымдық, ол зұлымды көрген адам менен Аллахтың арасында дуасыны тосатын перде жоқ. Сол үшін одан сақтану керек болады. Аллахтан қорқып болса да ол. Одан кейінгі жағдайға келіп, егер соншалық дәрежеде сабыр қыла алмай, осындай зұлымдықтардың артынан алмай әрекет қылады, бағанаға айтқандай, ақынын дұрыстап орындауға әрекет қылады, бүткіл жақсылықтарды дұрыс орындап, уажыбын орындап, тек қана айып бұл жерде солар болмай жатқан екенін, себептерін көргеннен кейін де айып сояқта болып жатқан екеніне көзі жетсе, одан кейін зұлымдықтарға шыдай алмай жатқан уақытында ол талақ сұраса болады. Аллаху акбар. Баракаллаху фик. Жақсы, бүгінге жетеді. Баракаллаху фик. Кейінгі сабақта жолығамыз, Алла берсе. Ассаламу алейкум.